Қазақстан қашанға үндемей жүре береді. Кеше Ресейдің тағы бір арнасынан Украинадан кейінгі мәселеміз Қазақстан. Ол жақта да нацистік көтерілістер болуы мүмкін деп айтып қалды. Қазір түп нұсқасын қояйын. Слушайте, давайте все-таки обратим внимание на то, что следующая проблема – это Казахстан. Потому что там тоже могут начаться те же самые, извините, нацистские процессы сейчас на Украине. Граница у нас там... И русских там много. Бұл Ресейдің федералды телеарнасы. Былайша айтқанда Қазақстандағы республикалық телеарналармен тең ғой. Яғни идеологияны жүргізетін құрал. Осыған Қазақстан тарапы қалай жауап береді? Нота жолдап немесе Ресей елшісін шақырып, қалқам, біздің Қазақстанға тиіспесін деп айтсаңшы дейтін сыртқы істер министрлігі ғой. Бүгін осы жауапты ведомствоға осы сұрақты қойдық. Бұл сұрақты қоймас бұрын сыртқы істер министрінің орынбасары Роман Василенко журналистерден кешірім сұрап, қазақшам онша емес, орыс тілінде жауап берейінші деп өтінді. Өкінішке орай менің қазақшам мінсіз емес, сондықтан сұрақтарыңызды орысша. Қанша уақытта мінді болады қазақшаңыз? Уәде беріп кетсеңіз. Бір жыл. Бір жыл ішінде қазақша үйренем деген Роман Василенко федералды телеарналардан Қазақстан туралы айтылып жатқан әңгімені білет, бірақ оның жауабы қысқа болды. Аудармай оригиналын қойын. Мы ориентируемся на официальную позицию Российской Федерации, которая озвучивается руководством этой страны. Что касается комментариев обычных граждан, то понятно, как я уже сказал, их, например, в России 140 миллионов человек, и Министерство иностранных дел просто не в состоянии реагировать, и мы не считаем нужным реагировать на комментарии обычных граждан. Ресейде 140 миллион адам тұрады, оның әрқайсысының сөзіне министрлік реакция білдіре бермейді деген жауап өткен аптада да болды. Ол кезде сұрақты Алматыда секс тренинг өткізем деген жүгірмек туралы қойған болатынбыз. Оңбаған Алекс Леслидің видеосында «Мы завоюем Казахстан, мы туда мобилизируемся» деген еді. Ол сөзіне де сыртқы істер министрлігі мән бермейміз деді. Енді министрліктен қайыр болмаған соң, осы қашан үндемей отыра береміз деген сауалды мәжіліс депутатына қойдық. Мәжілісмен вице-министрден қарағанда Қайратты екен Елнұр Бейсенбаев мұндай видеоларды жинап, бас прокуратураға сауал жолдаймын деп уәде берді. Олардың барлық осы сепаратистік, нацистік көзқарастар бар деген сияқты айыптаулары бойынша біз видео нарезкаларын бірге жасайық. Мен депутаттық сауалды біздің бас прокурорға жолдайын. Бас прокуратураның сонымен қатар юстиция министрлігінің құқықтық осы бойынша негіздемесін алайық. Егер де құқықтық негіздемелер барлығы дәлелденетін болатын болса, біз бәріміз бірге отырып шара қолданайық. Яғни ол телеканалдарды, болмаса арнайы бағдарламаларды шектеу бойынша жұмыс жасайық. Қысқасы, енді мәжіліс депутатының бас прокуратураға жолдайтын сауалын күтеміз. Егер сепаратистік, нацистік айыптары дәлелденсе, ондай телеарналарды Қазақстанда көрсетуге тыйым салынады. Ал оған біздің биліктің күші жете ме? Оны өмір көрсетеді.